Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын мыңдаған адамдардың жүрегін жаулап алған Whoopie Pie тортының рецептімен бөлісемін және жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен мен керекті заттардың барлығын дайындап алдым. Ингредиенттердің мөлшерін описаниеда қалдырамын. Ең алдымен сармай мен шоколадты водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады. Мен микроволновкада ерітіп аламын. Енді одан кейін ұнымызға какаоны және қопсытқышты қосып араластырып қоямыз. Бұл біздің сухой ингредиенттеріміз, қазір қажет емес. Біз бұны ең соңынан қосатын боламыз. Араластырып алдық. Енді бізде жұмыртқа мен шекер қалды. Бөлек таза ыдысымызға және құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны толықтай жарып салып аламыз. Салып алдық. Енді үстіне шекерімізді толықтай барлығын салып миксермен араластырамыз. Ұзақ араластырудан қажеті жоқ, шамамен 3-4 минуттай миксерлейміз. Жұмыртқалы массамыз біздің осылай көпіршіп, кішкене көбейеді. Енді үстіне біз ерітілген шоколадты құюымыз қажет. Шоколад міндетті түрде суыған болуы керек. Ыстықтай құйып жіберуге болмайды. Ыстықтай құйып жібермеңіздер. Осылай шоколад пен жұмыртқалы массаны енді миксермен біріктіреміз. Енді үстіне ұнымыздың жартысын саламыз. Осылай електің көмегімен салып алыңыздар. Сонда арасында ешқандай түйіршіктер болмай жақсы араласады. Тағы да миксерлейміз. Енді қалған ұнымызды саламыз. Оны да осылай електің көмегімен елеп салып аламыз. Тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Бұлай қарағанда қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ дайындап көрсеңіздер өте оңай, тез дайын болады. Міне қамырымыз дайын. Енді біз бұны жаюымыз қажет. Ол үшін мен осындай пергамент қағаздарды кесіп дайындап алдым. Осындай табанның көмегімен мен енді қазір өзіме керек форма шығарамын. Дәл осылай видеода көрсетілгендей істеп шықсаңыздар болады, немесе арнайы сызып дайындап алсаңыздар да болады. Маған осы жол ыңғайлы. Барлығын осылай істеп шығамын. Енді қамырымызды бір етіп 4 бөлікке бөліп, осылай бір тегіс етіп жайып аламыз. Әрбір жайылған қамырымызды қызып тұрған духовкада 180 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Міне, корждарымыз дайын, пісіп шықты. Енді бізге крем дайындау қалды. Кремге мен сливки және креметте маскарпоне қосамын. Сливкиге сахарный пудраны сеуіп аламыз. Миксермен кішкене араластырамыз. Шамамен 1 минуттай араластырамыз. 1 минуттан кейін уже біздің сливкиіміз кішкене көпіршіп көбейе бастайды. Сол кезде біз творожный сырымызды қосуымыз қажет. Менде мына жерде креметте және маскарпоне. Осы творожный сырдың дәмі осы тортқа ерекше дәм береді. Осы креміне байланысты торт сондай дәмді болып шығады. Миксермен жақсылап бір келкі масса болғанша және қоюланғанша миксерлейміз. Міне біздің креміміз уже қоюланды. Осындай болады.
Креміміз дайын. Енді бізге тек тортты жинау ғана қалды. Бұл менің ең сүйікті ісімнің бірі. Осындай арнайы Whoopie Pie насадкасын қолданамын. Дәл видеода көрсетілгендей, тортымыздың шетіндегі шариктерін осылай шығарып шықсаңыздар болады. Ары қарай дәл видеода көрсетілгендей тортты жинап шығыңыздар. Мен толықтай барлығын видеоға түсірдім. Бұл Whoopie Pie тортын біздің үйдегі адамдардың барлығы жақсы көреді. Барлығына ұнап қалған торттардың бірі осы. Тіпті қызымның ең сүйікті тортының бірі. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бұл рецептпен заказ қабылдап, заказға пісірсеңіздер де болады. Міне барлығын жинап алдық. Енді үстіне ганаш құямыз. Ганашқа мен шоколад пен сливкиді микроволновкада ертіп аламын. Шоколадымызды кішкене суытып аламыз бұл жерде де. Суытып барып құюымыз қажет. Торттың бетін өздеріңіздің қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Мен бұл тортты қызымның туған күніне жасағандықтан, мен үстіне сондай мармеладтармен әсемдеймін. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен үстіне фруктылар қойсаңыздар болады. Міне, менің тортым осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерде де осындай әдемі, дәмді болып шығады деген ойдамын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзира.